Қайырлы күн баршаңызға, достар, менің арнама қош келіпсіздер. Бүгін сіздерге өте дәмді және пайдалы кептірілген жемістерден восточный пирог дайындаймыз. Ол үшін бізге осылай ұнға разрыхитель, шекер, бөлме температурасындағы майымызды салып, крошка жасап аламыз. Крошка жасап болған соң үстіне 2 дана жұмыртқамызды салып, жұмсақ қамыр илейміз. Бұл тестаны білетін шығарсыздар, барлық пирогтарға кете беретін универсальный, өте жұмсақ теста. Сондықтан барлық тестаға ойланбай жасай берсеңіздер болады. Осымен қамырымыз дайын, формамызға жайып дайындап аламыз. Үстіне осылай кептірілген жемістерді осылай салып шығамыз. Турасаңыздар да болады. Мен осылай салдым, турамадым. Үстіне сгущенкамызды құйып аламыз. Барлық жеріне құю керек, ашық жер қалмау керек. Көріп тұрғандарыңыздай жасалуы да өте оңай. Құрамына да аз заттар кетеді. Және өте дәмді пирогтардың бірі. Осымен дайын, печкаға жібереміз. 160-170 градуста 20-30 минутта пісіріп аламыз. Енді печкаларыңызға қарай градусын қоя бересіздер. Осымен пирогымыз пісіп шықты. Осылай формадан шығарып аламыз. Суытып, шаймен іше берсеңіздер болады. Сіздер жасап көріңіздер, ас болсын.